Төтенше жағдай кезінде дабыл қағатын 480 сиренаға 1,4 миллиард теңге жұмсалмақ. Олар қалай жұмыс істейді, қай қалаға орнатылады, келіңіз бірге талдайық. Маусымның 10 күні Астана қаласы әкімдігінің азаматтық қорғаныстық қамтамасыз ету орталығы елордада азаматтық қорғау саласындағы хабарлау жүйесін құруға арналған тендер жариялады. Бұл жұмыстарға 1,4 миллиард теңге бөлінген екен. Материал жазылып жатқан уақытта тендер әлі қорытыланған жоқ, яғни өтінімдер қабылдау кезеңінде тұрды. Техникалық сипаттама сәйкес Астанада тұрғындарды апат, табиғи зілзала немесе әскери қауіп сияқты төтенше жағдайлар туралы ескертуге арналған бірыңғай сиреналар жүйесі құрылмақ. Жүйе екі негізгі бөліктен тұрады. Оператор сиреналарды қосып, олардың жұмысын бақылайтын басқару пульті және қала бойынша орнатылатын сиреналардың өздері. Жалпы саны 480 сирена орнатылып, елорда аумағының басым бөлігінде қамтылмақ. Жүйенің жұмыс істеу тәртібі мынандай. Алдымен қажет болған жағдайда оператор басқару пультінен баршаңыздың назарыңызға деген бірыңғай дабыл сигналын іске қосады. Одан кейін сирена арқылы алдын ала жазылған дауысты хабарламаны қосуға немесе нақты уақыт режимде микрофон арқылы сөйлеп, тұрғындарға не болғанын және қандай әрекет жасау керектігін түсіндіруге болады. Техникалық тапсырманың жеке бір тармағы радио байланыс жабдығына қатысты. Ол тапсырыс беруші қазірдің өзінде пайдаланып жүрген Хайтера DC6210 базалық станцияларымен үйлесімді болу қажет. Сондықтан тендерге қатысушылар өндірушіден осы үйлесімділікті растайтын ресми хат ұсынуы тиіс. Мемлекет сатып алу порталының мәліметінше, 10-12 маусым аралығында ықтимал қатысушылардың тендердің ұйымдастырушы саналатын Астана қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу басқармасына 57 өтініш жолданған. Өтініштердің бір бөлігі техникалық талаптарды өзгертуге қатысты болса, енді бір бөлігі түсініксіз тұстарға түсініктеме беруді сұраған. Барлық өтініш тек екі компаниядан түскен. Олар Қазақ Контракт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Арқан Security Solution жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ең жиі көтерілген мәселе хабарлау жүйесіндегі жаңағы біз айтқан Хайтера DC6210 базалық станциялармен үйлесімді болу туралы талап болған. Жеткізушілер мемлекет сатып алу қағидалары бойынша үйлесімділік туралы хатты тек өндірушіден ғана емес, оның ресми дилері мен дистрибьюторларынан да алуға болатынын еске салады. Алайда техникалық сипаттамада мұндай хатты тек өндірушінің өзі беруі тиіс деп көрсетілген. Қатысушылар мұны бәсекелестік шектеу деп санап, дилердің хаттарынан да қабылдауды сұраған. Астана әкімдігі мұндай хабарлау жүйесін сатып алып отырған алғашқы қала емес. Бұған дейін Протең журналистері 2023 жылы Алматы билігі күшті жер сілкіністері туралы ерте ескертулерге арналған ұқсас автоматтандырылған жүйеге 1,1 миллиард теңге жұмсаған жазған. Алайда 2024 жылы қаңтардағы күшті жер сілкінісінен кейін жүйе қоғам тарапынан қатты сынға ұшырады. Материалмен толық танысқыңыз келсе төменгі және биоға сілтеме қалдырдым, оқып шығыңыз.